Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын осындай керемет пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен сүтімізді жақсылап пісіріп аламыз. Одан соң бөлек ыдысқа осылай құйып алыңыздар. Сүтіміз ыстық кезінде қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне ұн салып, жақсылап араластырып аламыз. Іртіге кеткенше бір келкі масса болғанша араластырып алыңыздар. Сұйық майды да құйып араластырып алатын боламыз. Енді осы массаның үстіне 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Араластырып болдық. Енді массамыз дайын. Бөлек ыдысымызға ұнымызды алып, үстіне қамыр қопсытқыш, ванилинді қалауыңызша салыңыздар. Осылай қасықпен жақсылап араластырып болған соң, осы массамыздың үстіне салып, қамырымызды илейтін боламыз. Дәл осы рецептпен жасағанда қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қамырдың илеуі қанғанша илеп алыңыздар. Мінекей менде осындай жұмсақ қамыр иленіп шықты. Қамырымызды осылай жаятын боламыз. Егер қамыр жабыса беретін болса, үстіне ұлпа сеуіп жайсаңыз да болады. Мен осылай оқтаумен жайып алдым. Қараңыздар, қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Дөңгелек формамен осылай кесіп алатын боламыз. Формамызға орналастырып болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алыңыздар. Мінекей пряниктеріміз осындай болып, әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Енді глазурын дайындайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға қантымыз бен суымызды құйып, жақсылап араластырып алып, баяу отта 5-10 минут қант ерігенше ертіп алыңыздар. Мінекей глазурымыз дайын болды. Толық қанты еріді. Енді осылай ыдысқа бірінші глазурды құямыз. Одан соң пряниктерімізді салып, араластырып алатын боламыз. Бәрін осылай жасап болған соң, формамызға қайтадан тізіп шығып, қызып тұрған пешімізде 5 минутқа қойып алсаңыздар, осындай әп-әдемі пряник шығатын болады. Өте оңай және қолжетімді заттардан дайындалатын пряниктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.